Ғылым мен білім дамыған 21 ғасыр адамзат баласы үшін небір озық ойлы технологиялар мен роботтардың ғасыры десе болғандай. Жаһандану заманында бұрынғы мәдениетіміз ұмытылып, ескінің сарқыншағы болып бара жатқандай. Өйткені бұрын қолынан кітабы түспейтін адамның бүгінде қолынан ұялы телефоны түспейді. Ал асықпен ойнайтын балалар қазір көп уақытын көк жәшіктің алдында өткізетіні рас. Асық ойыны қазір бар ма? Бұрындары доп ойнаған тозар, асық ойнаған азар деген сөзді жиі естуші едік. Бірақ асық ойыны ауылдың бір думаны еді. Шынымен қазіргі балалардың өмірі басқа арнаға өзгеріп кеткендей. Асық ойынының кешегінің сарқыншағы деп қарай ма? Әлде асық ойнауға қызықпай ма? Асық ату қазақ халқының дәстүрлі ұлттық ойыны. Ұсақ малдың асықты жілігінен алынған жұмыр сүйек асықтай ойналады. Иіргенде түскен қалпына қарай асық алшы, тәйке, бүк, шік деп, ал атуға арналған қорғасын құйылып жасалғаны сақа деп аталады. Сондай-ақ асықты кемі 2 баладан бастап бірнеше бала ойнаса да болады. Үлкен мен кіші бір-біріне қамқор болып, құрдас пен құрдас бір-бірімен бәсекелесіп ойнаса, нағыз тартысты ойын түрі. Таза бәсеке, таза тәрбие, ұлттық тәрбие, ұлттық ойын. Шеберлікке, мергендікке, батылдыққа, алғырлыққа тәрбиелейтін құрал. Ал қазіргінің балалары көп жерде сірә асықтың не екенін де білмейді. Өкінішке қарай қазір асық ойыны ұмытыла бастады. Көптеген түрлері ұмытылып, мүлде ойналмайды. Ауылда болмаса, қалада балалар мүлдем асық ойнамайды десек те болады. Ұлттық ойындарды қайта насихаттап, мектеп бағдарламасына енгізіп, дене шынықтыру сабағына пән ретінде қосылса, не болмаса үйрену үйірмелері барынша жұмыс жасап, дүкендерде асық сатылса, төл ойындарымыз жаңғырып жатса, нұр үстіне нұр емес пе? Қаладағы дүкен сөрелерінен асықты іздегенімізде бір дүкеннен де таппадық. Осындай ұлттық байлығымызға лайықты деңгейде көңіл бөлмей, ұмыт қалдырып бара жатқанымыз өкінішті-ақ. Қазақта асық алшысынан түссін деген ізгі тілек бар. Асық ойынында кімнің сақасы алшысынан түссе, сол бірінші атады. Яғни асықтың алшы түсуі оның иесінің басымдыққа жеткізеді. Сәті түсіп, жолы болып тұрғандығын білдіреді. Ендеше, ұлттық ойынымыз асықты ұмытпайық. Сіздің де асығыңыз алшысынан түссін. Еске алып сол бір шақтарды, біз қыдырған көше шақтарды, асық ойнап күнде жүрушек. Ей, достарымыз қайда баяғы, бала кезге қайтқым келеді. Балдай бақыт бізге керегі, өмір берген әке анама алғысымды айтқым келеді. Есіме алсам